Кеңес одағының батыры Амантай Дәулетбеков туралы. Амантай Дәулетбеков Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Түгіскен ауылының күншығыс жағындағы Ақкеңес жерінде 1917 жылы 10 қарашада дүниеге келген. Оның балалық шағы жоқшылықтың тауқыметін басынан өткерумен өтті. Оны нәубет ашаршылықтың куәгері болумен өмірдің өзі ширатты. КСРО жоғарғы кеңесі төралқасының 1943 жылғы 24 желтоқсандағы жарлығы бойынша Амантай Дәулетбековке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Амантай Дәулетбеков 1942 жылғы жазда өзінің көптеген қызметтес жолдастарымен бірге Брянск майдандарына жіберілді. Ол 13-ші армияға қарасты танктерді бұзып жоятын 1180-ші полктың артиллериялық расчет командирі болды. Амантай Дәулетбеков өзінің жауға қарсы алғашқы шайқасын сол 1942 жылғы жазда Орлов облысындағы Байырғы орыс қаласы Ливнының оңтүстігінде бастады.